Сіздер «Экология без паники» подкастын тыңдап отырсыздар. Біздің 4-ші маусым экология қатысты тұжырымдар мен мифтерге арналған. Экология қатысты бізді жеке өзімізді алаңдататын да, сіздерден келіп түсетінде сұрақтар бар. Біз фактілерді тексереміз, сарапшылармен сұхбаттасамыз және нақты жауаптарды табамыз. Сондықтан тексеріңіз келетін тұжырымдарды комментарийге жаза беріңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздер «Экология без паники» атты подкасты тыңдап отырсыздар. Әрдайым сіздермен болатын жүргізушілер ол мен Пакизат және мен әріптесім Михаил. Біздің 4-ші маусым осы экологияға байланысты пікірлер және мифтерді талқылауға арналған. Бұл тақырыптардың кейбірі бізде жеке алаңдатады, ал кейбірі сұрақтары сіздер бізге жолдайсыздар. Біз факт-чекинг жүргіземіз, сарапшылармен сұхбаттасамыз және шынайы жауаптар аламыз. Сондықтан сіздерді қызықтыратын мәліметтерді тексеру үшін пікірде жазсаңыз болады. Қандай бір қызықты тақырып бар болса, міндетті түрде бізге айтып қойыңыздар. Біз оны осы тақырыппен жұмыс істеп подкаст ретінде шығаруға тырысамыз. Енді бұл эпизодымыз Алтай Рейнмен туралы болады. Бұл кісі ерекше құрылғыларды дамытып, жаңбыр шақыру, Алматының ластанған смогын сейілту технологияларын ұсынып жүрген кісі. Ол туралы бізге біздің тыңдаушылар айтты. Осы кісінің жасап жатқан жұмысын шынайы импакты бар ма, шынайы осы жасалып жатқан жобаларын қарастырып, айтып, зерттеп көріңіздерші деген ұсыныс болғандықтан біз осы кісі туралы көп эпизод жасадық. Қызық болса, біз орыс тілінде Миша қанша? 5 эпизод жаздық, я? Қателеспесем. Иә, 5 эпизод. 4 сарапшылар болды. Және 5-ші эпизод Алтай Рейнмен. Иә, көбісі осы Алтай Рейнмен. Рейнмен. Ой, осы кісі бізге эпизодқа келді деген осы орыс тілінде естіген біздің тыңдаушылар таңғалып қалды. Бізде шынымен де керек, кішкене таңғалдық, бірақ ол кісіге үлкен рахметіміз айтқымыз келеді, өйткені біздің мақсатымыз барынша осы тұрғыдан, осы мәселе жобаны барынша қарағымыз келді. Сондықтан Алтай мырза келгеніңізге сізге де рахмет айтамыз, егер сіз тыңдап отырсаңыз. Енді бұл эпизодта не туралы айтамыз, я? Алтай Рейнмен деген кім? Ол өзін қалай таныстырады, Қазақстанда қандай жобалармен ол кісі танымал, және бұның ішінде біз қарастыратын жайттар ол Маңғыстау құрғақшылығы, Арал су толтыру мәселесі және Алматының ластану смогпен күресу. Бастайық онда. Миша, біздің негізі қорытынды позициямызды айтып жер. Біздің пікіріміз туралы айтып өтейін. Біз оны алаяқ немесе өтірікші деп те, керісінше қазақтың Илон Маск деп те айтпаймыз. Оның технологиялары шынымен жұмыс істей ме? Біз бұған дәлел таппадық. Дәлелдерді Алтай Айнабек те ұсынған жоқ. Мұны естен шығармаңыз. Біз сіздерге өзіміз тапқан ақпаратты жеткіземіз. Сарапшылардың пікірлерін тыңдайсыздар, ал қорытындыны өздеріңіз жасайсыздар. Сонымен осы эпизодты дайындау үшін біз Алтайдың Instagram, Threads, YouTube, TikTok парақшаларын қарадық. Табылған мақалалар мен зерттеулерді оқыдық. Смог мәселесімен айналысатын көптеген сарапшылармен және ғалымдармен сөйлестік. Климатқа өсер ететін қолданыстағы технологияларды зерттеді. Ғылыми тұрғыдан дәлелденген бұлттарды тарату, бұршақтың алдын алу, жауын шашынды көбейту сияқты әдістер бар. Алтайдың патентін зерттедік. Біздің сарапшылар кім болды? Равкат Мұхтаров, Air Initiative-тен, Әмирхан Өтегенов, Сергек Групптан, Айымгүл Керімрай, Алматыдағы смог мәселесін ұзақ уақыт зерттеп жүрген ғалым. Соңында біз Алтай Рейнмен сұхбаттастық. Ой, қандай күшті естіледі екен, Алтай Рейнмен деп. Үшеу сарапшылар болды. Бірінші эпизод ол вводный болды. Я, біз кішігірім айтып кеттік, неліктен бұл үлкен мәселе және не үшін біз оны көп эпизодқа бөлдік деп, сондықтан бізде 5 эпизод шықты,
дұрыс айтасың. Негізі бұл жерде тағы да айта кететін өте маңызды жайт, бағана біз Алтай мырзаға рахметіміз айттық. Енді қазіргі уақытта бізді тыңдап отырсаңыздар, Рафкат, Эмирхан, Айымгүл, сіздерге де үлкен рахмет. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, өздеріңіздің ойларыңызбен сарапшы ретінде айтып кеткендеріңізге үлкен рахмет. Және жобаларынан бастайық. Осы Алтай мырза қалай негізі бастады? Біз зерттеген нәтижелерімізге сүйенсек, осы Маңғыстау облысы туралы жайт әйгілі болды, және ол жерде көп мақала шықты интернетте. 2020-22 жылдары Алтай мырза командасы құрғақшылықтан зардап шегетін осы Маңғыстау облысында жауын-шашын мөлшерін арттыру бойынша эксперименттік жұмыстар жүргізген екен. Бұл мақсатта атмосфераны иондау технологиясы қолданылды. Оның көмегімен әзірлеушілердің айтуынша жауын-шашын шақыру болады. Түсініп отырсыздар, ол арнайы техникалық құрал жаңбыр шақыратын. Жобаның негізгі мақсаты жаңбыр көлемін арттырып, және сол құрғақшылықтың салдарын азайту. 2021-22 жылдар елестетіңіздер, сол кезде көп сондай жұт болды, көп жануарлар өле бастады. Аталған жұмыстарға мемлекеттік бюджеттен 1 және 2 миллиард теңге бөлінді. Алайда тәуелсіз ғылыми дәлелдер жоқ, сондықтан бұл құрылғылардың жауын-шашынға нақты әсері еткені белгісіз болды. Шынымен сол құрылғы жұмыс істеді ма, әлде жұмыс істемеді ма, өзінің мынандай табиғи фактор болды ма, сол үлкен сұрақ болды. Және сарапшылар бұл технологияға күмәнмен қарай бастады, себебі жобаның тиімділігі туралы ашық деректер жоқ, және оны әрі қарай қаржыландырмас бұрын қосымша зерттеулер қажет болғандықтан, біз түсінгеніміз бойынша бұл жоба тоқтатылды. Миша, солай болды ғой? Ары қарай енді Арал теңізі туралы айтайық. Келесі ауқымды жобасы Арал теңізін жауын-шашын мөлшерін көбейту арқылы сумен толтыру және құтқару. Алтай Айнабек 2024 жылы Арал теңізінің деңгейі оның технологияларының арқасында көтерілді деп мәлімдейді. Бірақ бұл ақпаратты ешкім ресми түрде растаған жоқ. Қазгидромет ресми мәлімдеме жасап, Алтайдың қондырғылары қосылмай тұрып ақ жауын-шашын деңгейі туралы алдын ала ескерткенін айтты. Оларда дүниежүзілік метеорологиялық ұйымда аталған технологияларды мойындамайды. Өйткені олар жеткілікті зерттелмеген және тиімділігі дәлелденбеген. Дәл осындай жауапты Қазақстанның экология министрлігі мен су ресурстары министрлігі де берді. Олар құрылғыны ғылыми негіздемеден кейін ғана қарастыруға дайын екендерін айтты. Сондай-ақ барлық дерек көздер солтүстік Аралдағы судың көтерілуі жаңбырдың емес, Шырдара өзенінен келген судың арқасында болғанын мәлімдеді. Бұл жерде тағы бір күшті ақпарат бар, байқасаңыздар. Көп мақала шықты, Аралда кіші Арал суы толып жатыр, бұл өте керемет жаңалық деп бір үлкен инфоповод болған осы подкасттың жазуын арқылы. Сондықтан осындай жайтты да біз атауын маңызын көрдік, сіздер де біліп жүріңіздер деп. Енді тағы да қандай жобаның түрі, жоба деген жұмыстың түрі ғой, бұл кісінің ол Алматы қаласындағы смог. Барлығымыз білеміз, жылдан жылға көреміз, қорқамыз одан, және не істерін білмейміз. Және бұл кісі қалай бастады? 2023 жылдың 11 қыркүйегінде Алтай мырза өзінің Clear Sky Manager New Generation жүйесін таныстырып, оның Алматы смогтан тазартуға қабілетті екен мәлімдеді. Оның презентациясын барысында ол қорытындыларының жұмыс процесін анимация арқылы көрсетті, және қалаға атмосфераның төменгі қабатын иондайтын 7 құрылғы орнатылатын айтты. 7. Сонымен қатар 2 апта ішінде алғашқы нәтижелер байқалатын уәде етті. Енді қондырғы қалай жұмыс істейді? Осы установка, техникалық ақпарат құрылғы. Оның жүйе 2 режимде жұмыс істейді. Біріншісі, түсіндіріп көрейін. Қазақ тілде, өткені маған орыс тілде оны түсіндіру кішкене қиын болды. Ең бірінші режимі ол бөлшектердің зарядының өзгеруі. Ауа иондалған кезде шаң мен зиянды бөлшектер бір-бірімен бірігіп ауырлайды және жерге түседі.
немесе шөгеді, бұл жерде синоним сөз. Және екінші режимі ол иондық желдің түзілуі. Теріс зарядталған иондар ауада тік бағытталған қозғалыс тудырып, инверсиялық қабатты бұзады және смогты сейілтуге көмектеседі. Елестетіңіз, бұл жерде мен қалай түсіндім. Смог төменде және осы екінші режимі қосылған арқылы сол инверсиялық слой қабат тесіледі және сол тесілгеннен арқылы смог сол жайылып кету керек деген үстіге кетеді ғой сонда. Сондай режимі деген ақпарат болды. Миша, мен дұрыс айттым ба өзі? Негізі қарапайым тілмен тырыстым, бірақ түсіндірген сияқты. Өте күрделі тақырыбы. Жарайды, ары қарай кетейік енді. Мен айтам, көптеген сарапшылар, соның ішінде менде бір нәрседен күдіктендік. Алтай өз қондырғыларын тек ауа сапасы жақсарады деп баудың ауа болжаған кезде ғана қосқан. Басқаша айтқанда, Алтай қондырғыларды қосқаннан кейін ауа тазарып кеткен жоқ. Ол керісінше ауа жақсарады деп күтілген күндері қондырғыларын қосқан. Сонымен қатар, Алматы әлемдегі ең лас қала атанған кезде Алтай қондырғыларды өшіргенін мәлімдейтін. Осыны бір ойлап көріңіз. Мүмкін оның ең үлкен сәтсіздігі 7 ақпанда болды. Ол сол күні сарапшыларды шақырдым, бақылаңыздар, ауа жақсарады, деді. IQ Air болжамына сәйкес 8, 9, 10 ақпанда ауа сапасы жақсаруы керек еді. Бірақ бұл орын алған жоқ. Сол кезде Алтай стористе жүйеде ақау болды, жөндедім, қайта қостым деп жазды. Бірақ ауа сапасы жақсармады. Кейін оның әріптесі роуттерістен шықты деп ақталды. Одан кейін ешқандай жаңа мәлімдемелер болмады. Біз тіпті біртүрлі сағынып кеттік. Бірақ ауа бәрібір тазаланған жоқ. Сен Алтайдың Инстаграм кіре жатсың ба? Мен шын айтсам, біз подкаст жазғаннан кейін ол жоғалып кетті менің лентамнан. Негізі маған Инстаграмды біреуді қарау өте қиын екен, өйткені уақыт жоқтықтан. Бірақ осы подкастқа дайындалған соң қатты бақыладық Михаил екеуміз. Бұл жерде тағы біздің тыңдаушыларға ақпарат айтайын. Осы факт-чек жасау, үлкен ақпараттың бәрін жинау, бәрін салыстыру жұмысын өте үлкен жұмыс. Негізі өздеріңіз түсінесіздер, қаншама мәлімет бар. Оның бәрін Миша өзі жасады. Ол өте үлкен жұмыс. Миша қазақ тілде болса да, осы эпизодта да мен саған тағы да бір рет рахмет айтам. Және оның бәрін қарау, бақылау, өзің уақытын бөлу, ол да шынымен де бір кәдімгідей жұмыс болды біз үшін. Сондықтан осы жұмыстан кейін біз өзіміздің қорытындыларымызды жасадық. Сондықтан құрметті тыңдаушылар, аяғына дейін тыңдап жүріңіздер. Біз Миша екеуміз нақты айтамыз. Қалай болды? Жұмыс істейді ме, жұмыс істемейді ме? Келісеміз ба, келіспейміз бе? Және өзіміздің ойларымызбен бөлісеміз. Сондықтан аяғына дейін тыңдаңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Енді қараңыздар, ары қарай біз осы Алтай мырзаның осы мәлімдеген қысқаша барлық мәлімдемелерін қысқаша қарастырып, талқылап және солардың кішкене қорытынды береміз, Ол тек қана біздің ойларымыз ғана емес, бағана біз айттық қой, сарапшыларды шақырдық. Сол сарапшылардың көбісі әрқайсы жасаған қорытындылармен біз қазақ тілде өзіміз өз тілімізбен осы жерде айтатын боламыз. Енді Миша, ары қарай сен жалғастыр, сосын мен өзім блогымды айтам. Алтай өз жазбаларында әрдайым көптеген қалалар мен елдердегі сәтті жобалар туралы айтады. Араб әмірліктері, Пәкістан, Иран, тағы басқа. Біз одан сұрадық. Бұл туралы ашық дереккөздерден, мақалалардан, жаңалықтардан, ресми тұлғалардың мәлімдемелерінен қалай тексерге болады. Яғни, оның құрылғылары шынымен жұмыс істеп, ауа тазартып, немесе тұрақты түрде жауын шашын шақырып жатқанын қалай білуге болады. Біз сұрадық, себебі өзіміз сондай ақпарат таба алмадық. Ол болса, бұл климаттық технологиялардың бәрі өте құпия, барлық мәлімет жабық ұсталады. Сондықтан, ешкім олармен бөлісе алмайды деді. Осындай жауап алдық. Дұрыс айтасың.
Енді ары қарай айтатын жай ол Алтай мырза осы Ренессанс зертханасының оның құрылғыларын тиімділігін растайды деп мәлімдемеді. Алайда бұл зертхана Ренессанс зертхананың ресми мәлімдемесінде мұндай тұжырым жасалмаған. Енді зертхана не деп айтты? Ренессанс зертханасы құрылғылардың жұмыс істейтін немесе ауа тазартуда тиімді екенін растамады. Бұл өте маңызды ақпарат. Зертхана мамандары тек өлшеу нәтижелерін тіркеді, бірақ өздігінен құрылғылардың әсері туралы қорытынды жасамады. Екіншісі, нәтижелерге әсер ету мүмкін факторлар. Ол қандай? Зертхана ауаның ластану деңгейімен төмендеуі басқа себептерге байланысты болуы мүмкін екенін атап өтті. Оның ішінде ауа райының өзгеруі, мысалы желдің күшеюі. Келесі ол көлік қозғалысының азаюы, өлшеу жүргізілген уақытында, ол да әсер етуі мүмкін. Және соңғысы басқа сыртқы факторлар, олардың құрылғылармен байланысы жоқ болу факторлар. Енді үшінші айтып кететін жайт ашық сұрақтар және күмәнді тұстар. Мысалы, зертхана тәуелсіз зерттеу жүргізген жоқ, тек алынған деректерді тіркеді. Екіншісі, құрылғылардың тиімділігін толық бағалау үшін аккредитация жасалған зертханалардың тартып 10-15 түрлі локациялар өлшеу жүргізу қажет. Және соңғы жайт ол бұл технологияны жұмыс істейтін, дәлелдейтін тәуелсіз ғылыми зерттеулер әлі күнге дейін жоқ. Бұған да көз аудару керек. Енді кішігірім қорытынды жасайық, бұл зертхананың мәлімдемесі бойынша. Алтайдың Ренессанс зертхананың құрылғыларын тиімділігін растады деген мәлімдемесі шындыққа жанаспайды. Зертхана тек ауа сапасының көрсеткіштерін тіркеді, бірақ құрылғылардың оған әсер еткені туралы қорытынды жасаған жоқ. Бұл құрылғылардың тиімділігі әлі де дәлелденбеген. Сондай жағдай, достар. Ал Миша, микрофон саған. Өкінішке орай, бүгінгі әлемдегі зерттеулер ауа тазарту қондырғыларының смог мәселесін шеше алмайтынын көрсетіп отыр. Соңғы зерттеу Қытайдағы смог тауэр мұнаралары туралы. Олар тек шағын аумақты тазартты және толық емес. Ауа тазарту үшін мыңдаған қондырғы қажет еді. Ал бұл экономикалық тұрғыдан тиімді емес. Ал шын мәнінде не істеу керек? Айымгүл Керімрайдың айтуынша шешімдер бұрыннан бар. Қытай осы мәселені шешті. Жай ғана копипаст істеу керек бізге. Бірінші, тетстерді көмірден газға ауыстыру, жақсы қымбат фильтрлер қою, көмірмен жылытатын үйлерге газ тарту, субсидиялар беру, велотранспортты дамыту. Елена Ерзаковичпен бірінші эпизодта айтқанымыздай. Қоғамдық көлікті ыңғайлы ету, қара түтін шығаратын ескі машиналарды алып тастау, ластау үшін айыппұлдарды көбейту, тек ластаушы шығарындыларды азайту арқылы біз осы мәселені шеше аламыз. Бұл мысалы, егер сіздің үстіңізде көршілер су төксе, сіз барып суды өшірмей, бір күн бойы су жинай берсеңіз сияқты. Енді достар, ары қарай жалғастырамыз. Экологтар мен сарапшылардың айтуы бойынша Алтайды деректілерді бұрмалау және қоғамға адастыру әрекеттеріне айыпталуда. Мысалы, статистика мен манипуляция жасау. Алтай мырза өз құрылғыларын іске қосылғаннан кейін желтоқсанда тек 2 күн ғана ауа сапасы нашар болды деп мәлімдеді. Алайда, мысалы біздің сарапшы Рафкат мырза, керісінше таза болған күндер тек 2-ақ күн екенін, ал қалған уақыт бойы ауа ластанғанын айтты. Сонымен қатар 2024 жылдың желтоқсанның 2023 жылмен салыстырғанда ластау болған. Бірақ Алтай өз құрылғыларын тиімді екен дәлелдеуге тырысады. Алтай мырза бұл сәйкессіздіктер көрсетілген кезде ол ресми ауа сапасы датчиктеріне сенбеуге шақырады. Керісінше ауаның түсі, иісі және дәмі арқылы сапасын бағалау керек деп мәлімдеді. Оның айтуынша қазіргі технологиялар ауа сапасын дұрыс өлшей алмайды деген өзінің айтуы бар біздің осы орыс тілде жасаған эпизодтарымызда. Енді келесі, мысал, адамдардың таза ауа әсерде
дәлелге сенуі, сенім тудыру, ғылыми дәлелдерін жоқтығынан қарамастан кейбір алматылықтар өмірлерінде алғаш рет тауды көрдім, жұлдыздар көріне бастады деп сене бастады. Ойлап қараңыз, бұл жағдай психологиялық әсер мен Алтайдың адамдарға ықпал ету қабілетін көрсетеді. Сарапшылардың пікірінше, Алтай мырза ауа сапасы туралы мәліметтерді бұрмалап, ресми өлшеулерге сенімсіздік тудырып, адамдардың субъективті сезімдеріне сүйене отырып, өзінің жетістігін дәлелдегісі келеді. Алайда оның құрылғыларының тиімділігі әлі күнге дейін ғылыми түрде дәлелген жоқ. Оны біз бірнеше рет айттық, және біздің сарапшыларда тура солай қайталады. Ал Миша, патент туралы айтайық, бұл да өте маңызды ақпарат. Алтай көп рет өзінің құрылғысының тиімділігін дәлелдейтін патенті бар деп айтты. Достар, назар аударыңыз, патент құрылғыңыздың жұмыс істейтінін дәлелдемейді. Бұл жай ғана орын алу сияқты. Басқа ешкім сіздің технологияңызды қолданбасын деп. Мысалы, сіз телепортация құрылғысының патентін ала аласыз, бірақ оның шынайы жұмыс істейтінін эксперименттер арқылы дәлелдеуге міндетті емессіз. Бізде қатты ойланып қалдық, шынымен де бізге де жаңалық болды сонда естіген. Енді бұл жерде тағы да айтатын маңызды ақпарат, ол ғылыми дәлелдер және қаржыландырудан бас тарту себептерін. Бірінші, ол ғылымнан бас тартуы. Алтай мырза өз құрылғыларын тиімділігін ғылыми негізде дәлелдеуге ұмтылмайды. Ол сұхбаттарында ғылым әрдайым нақты жауап бере алмайтынын айтып, мысал ретінде велосипедтің қалай тепе-теңдігін сақталатынын толық зерттелмеген алға тартады. Мысал ретінде, ол өзінің Эдисонмен салыстырып лампочка ойлап табылғанында оған ғылыми дәлелдеме қажет болмады, тек нәтиже маңызды деп осылай бізге айта бастады. Және дәл осы қағиданы өз құрылғыларына қолданады. Қостым, жұмыс істеді, өшірдім, ауа қатты ластанды деген андай по факту дейді ғой, орыс тілімен айтқан кезде соған ғана сүйенеді екен. Және екіншісі, акиматтар, министрліктер мен қорлардың қаржыландыруына бас тарту себептері. Ол жайлы біз талқылауға тырыстық. Алтай мырза өз технологияларын тиімді екенін айтқанымен, акимат өкілдері, министрлік өкілдері және қорлар оның жобаларын қаржыландыруына бас тартты. Негізгі себеп сол ғылыми дәлелдердің және қауіпсіздік кепілдіктерін болмауы. Мемлекеттік органдар осы құрылғылардың экология мен адамдардың денсаулығына ұзақ мерзімді әсерін анықтайтын дәлелдерін талап етті. Негізі ол дұрыс қой, олар оған құқығы бар, біз сияқты. Қандай дәлел бар, қандай ресми көздерінен келген деген сондай сұрақтар. Және олар қажетті құжаттарды сұрағанмен, Алтай мырза кең ауқымды ғылыми зерттеулерге жүргізуге дайын емес деп солай болжады. Енді үшінші айта кететін маңызды жайт, ғылыми зерттеулерді кім қаржыландыру керек? Ол да жұмыс қой былайша қарап тұрған кезде. Алтай зерттеулерге өз қаражатын салғысы келмейді. Керісінше оны мемлекеттік органдар халықтың салық ақшасынан қаржыландыру тиіс деп санады. Ол акимат құрылғылардың жұмыс істейтін дәлелдеу үшін зерттеулерді төлеу керек пе деген сұрақ қояды. Бірақ тәуелсіз ғалымдар зерттеуге тартудан бас тартады. Енді кішігірім өзім айтып жеткен блоктың қорытындысын айтайын. Алтай мырза саналы түрде ғылыми әдісті айналып өтеді, бірақ соған қарамастан өз құрылғыларын қаржыландыруын талап етеді. Мемлекеттік органдар ғылыми дәлелденбеген технологияға ақша бөлудің бас тартуда, себебі оның тиімділігі мен қауіпсіздігін расталмаған. Енді түсінікті, ары қарай Миша? Алтай біршама ренішпен менің ойымша айтты. Эйр инициативке жүгініп, бірге жұмыс істеуді ұсынғанын, мәселені шешуді сұрағанын. Бірақ олар онымен келісімге келмеген сияқты. Біз Рафкаттан сұрадық, ол былай деді. Иә, жүгінген, $1,5 миллион сұраған. Әрине, олар бас тартты, өйткені мұндай қаражаттары жоқ. Олар ғылыммен тексерілмеген құрылғыларға ақша бере алмайды. Ал олардың басты мақсаты
ластану көздерін жою. Тағы су ресурстары министрі Нұржан Нұржігітов жақында берген сұхбатында Алтай 100 немесе 200 миллион теңге сұрағанын айтты. Бұл да негізі ашық көзден алған ақпарат. Біз бұл жерде ешнәрсе ойлап тауып отқан жоқпыз. Сол алған сұхбаттар ресми ашық көздерден алған ақпаратты сізге қорытынды жасап айтып отырмыз. Бұл өте маңызды ақпарат. Паки біледі, көптеген комментаторлар бізге жазды. Жазды және бізге де айтып отыр. Өйткені біз сториста, инстаграмда айтып отырамыз ғой, ой, бізде осындай ақпарат, біз осымен сұхбат жүргізіп жатырмыз, осы кісі туралы эпизод шығады деп айтқан кезде көбінесе, шын айтамын, тек қана комментарий ғана емес, айналамыздағы біз білетін таныстарымыз, достарымыз кейбіреулері бізге былай сөйлейтін: неліктен сендер сол кісіге тиісіп жүрсіңдер? Тып-тыныш, өзімен өзі жұмыс істеп жүр, ешкімнен ақша сұрамайды, тек қана пайдасын тигізгісі келеді, осы Алматының ауасын тазартқысы келеді, ал сендер болсаңдар оған кедергі жасап отырсыңдар деген сондай бір сөздер естідік. Ол шыны керек. Сондықтан бұл жерде осы ақпарат, ақша жайлы нақтылау, цифрмен айтып отырғанымыз, сол кісілерге солай ойлайтын мүмкін адамдар болса, нақтылау, осындай ақпарат бергіміз келеді. Өйткені біз оның бәрін тексердік, салыстырдық, көрдік. Сондықтан өзіміздің объективті ойымыз бар, соны сізге жеткізгіміз келеді. Осындай жайт болды. Миша, дұрыс айтасың, айтқаныңа рахмет. Бұл да өте маңызды, сіздер назар аударатын ақпарат болсын. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Донаттар туралы біз зерттегенімізше, білуімізше, ол кісі өзінің осы жұмысына, ауа тазаруын ары қарай құрылғыларын жұмыс істеуіне бізден, тұрғындардан ақша жина бастады. Кім қанша ақша лақтырылады? Мысалы, мен таңғалғаным, менің жақын құрбым ол кісіге де 1000 теңге ақша жіберіпті. Өйткені ол да тура біз сияқты алаңдайды. Өзіміздің қаламызға, тұрып жатқан табиғатымызға, ауаның ластауына мен де жаным ашиды, керек. Сондықтан осындай кісілер көп болыпты, және осы краудфандинг платформасы арқылы, қателеспесем, Каспиге жинады, ол кісі. Ол бізге Каспи скрин деппін ғой, несін көрсетті. Ол кісі 28 миллион теңге жинапты. Ол кісі деген кезде компаниясы ғой, дұрыс қой. Алайда бұл қаржының нақты қайда жұмсалғаны туралы ашық есеп жоқ. Алтай мырзаның айтуынша, бұл сома оның технологиясын ғылыми негізінде дәлелдеу үшін жеткіліксіз, өте аз ақша жиналды деп солай айтты бізге. Және ақша мен уақыт ғылымға емес, маркетингке жұмсалады. Ол біз Михаил екеуміздің байқағанымыз, қаражаттың шектелу болуына қарамастан, Алтай мырза өзінің жобасын ғылыми дәлелдеуге емес, оның насихаттауға бағыттайды. Ол презентация жасап, сұхбат беріп, әлеуметтік желілерге белсенділік танытып, адамдардың өз технологиясын тиімді екеніне сендіруге тырысады. Бірақ бұл қаражатты тәуелсіз зерттеулерге жұмсауға болар еді деген бізде ой туындады Михаилмен. Өйткені қарап отырсақ, өте керемет видео, біз шынымен де қараған кезде видео өте информативті, бір күшті сезім тудыратын, күшті дайындалған сценарий, адамдармен, сол видео түскен көрініп тұр кәдімгідей. Ол да біз де түсінеміз, ол да қаражат, ол да ақша, бірақ неліктен бұл ақшаны сол зерттеулерге жұмсамасқа деген осындай тұжырым болды бізден. Және соңғысы айта кететін, бұл қаражатты ғылыми дәлелдемеге жұмсауға болар екен біздің ойымызша. Және маркетингтің компанияларына орнына жиналған 28 миллион теңгені мына бағыттарға жұмсауға болар еді. Біз сол бағытты жазып кеттік. Тәуелсіз зертханалық зерттеулер жүргізу, нақты нәтижелерді жариялау, екіншісі әртүрлі жерлерде көп сатылы сынақтар өткізу, және ғалымдарды тарту, олар технологияның объективті бағасын бере алатындай жағдай жасау. Сонымен, кішігірім қорытынды, Алтай мырза өз технологиясын ғылыми дәлелдеудің орнына оны насихаттауға күш салды. Сондықтан акимат, министр өкілдері және басқа қорлар жобаны қаржыландырудан бас тартып отыр. Себебі олардың нақты қайттан
қайттан қайталанып отыр, ғылыми дәлелдер жоқ. Ал енді Миша, біз уәде еткен тағы маңызды ақпараттың бірі, неліктен біз пакизатпен осындай тәсілге қарсы шықтық? Біз мәселені тек қала деңгейінде қарастыра алмаймыз. Міне, қараңыздар. Біздің қала таза, бірақ ластаушы шығарындылардың тонналары қайда кетеді, бізге бәрібір. Алтай ұсынатын тәсіл бұл қоқысты климнің астына жасыру. Біз жер шарының масштабы бойынша қараймыз, және бізге өте маңызды жалпы зиянды шығарындыларды азайту, парниктік газдардың концентрациясын төмендету. Егер Алтайдың қондырғылары жұмыс істесе, бірақ олар көмірмен жұмыс істейтін ТЭЦ-терден қуат алса, онда қандай пайда бар? Әдеттерімізді өзгерту керек. Біз өз биліктерімізден өзгерістер талап етуіміз керек. Тағы бір маңызды нәрсе. Енді ойлаңыздар. Егер Алтайдың қондырғылары ауадан ылғалды алып, бұлттардан жаңбыр шығара алса, біз осылайша ғасырлар бойы қалыптасқан экожүйені бұзатын боламыз. Ал егер біз аралды толтырсақ, бірақ басқа бір жерде көлдер немесе өзендер құрғап, немесе мұздықтар еріп, құрғақшылық басталса, сонда не болады? Біздің жақта бәрі жақсы болса болды, ал көршілерге не болса да маңызды емес пе? Бізге бұл ұнамайды. Алтай мырзаның өзі сөзімен, өз даусымен айтқан ақпаратты өзім тыңдағым келем, білгім келеді десе, онда біздің орыс тілде жазған сол серия деп қойдық, 5 эпизодтың сериясы бар. Соңында Алтай мырзаны салып қойдық. Соны тыңдаңыздар, сіздерді шақырамыз. Енді Михаил біздің ойымызбен бөлісті, неліктен біз бәрін зерттеп, бәрін тыңдап, көріп, қарап, естігеннен кейін неліктен біз осындай қарсы болдық, түсініп отырсыздар. Және соңында тағы біз Михаил екеуміз айтқымыз келгені, осы Алтай мырза бізге нақты жауап бермеген тұжырымдарды айтқымыз келіп отыр. Біз оған нақты жауап ала алмадық. Дегенмен де біз ол сұрақтарды қойдық сол интервьюда. Ең біріншісі, ашық қор құрылуы мүмкін бе? Алтай мырза донаттардың жиналу мен жұмсалуын бақылайтын ашық қор құру туралы ақпарат бермеді, және қаржылық есепте жарияланбаған. Ал қаражаттың бөліні түсініксіз болып қалуда. Әзіргі уақытта біз оны шынымен де түсінбей отырық. Өйткені соңғы жайттерді білесіз ғой, оның бәрі әйгілі, мысалы осындай донат, ақша жинайтын қорлардың, сол Перизат ханымның үлкен жанжал болған бәрі қазір бізді қатты ойландырады. Біз ақша беріп отырық. Мысалы, бұл кісі 28 миллион жинап отыр. Оның бәрі қайда кетіп отыр? Оның бәрін бір отчеттар болады ма деген сондай сұрақтар. Мен бір сөз айтайыншы. Миш. Қазір сен бәрі реквизиттары оның бетте Инстаграмда тауып алмайсың. Алып қойды ма? Алып қойды, Мен айтып отырмын ғой, мен қарап зерттемеймін, ол кісіні қарамағандықтан білмейді екен, бірақ Михаил осы күнде алып тастаған айтып отыр. Бірақ ақша жиналды, ол дәлел, сомасын айттық. Екіншісі, қондырғылар қанша электр қуатын тұтынады? Біз өткені сол қондырғылардың, осы установкалардың негізі қаншалық түрде экология жайлы қолайлы деген сондай ниетпен осы сұрақтарды қойдық, және бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Алтай мырза қондырғылар жылдам жұмыс істейді деп айтқанымен, олардың электр энергиясы қанша тұтынады, ондай дересек ұсынбады. Бұл олардың пайдалану шығындарын бағалауды қиындатады. Ол да рас. Логикалық түрде біз дұрыс қойдық деп ойлаймын. Және үшіншісі, осы қондырғылардың нақты мекен жайлары қандай? Алтай мырза барлық қондырғылардың орналасқан жерін жарияламады, бірақ мындай примерно айтты, қай районда, қай ауданда бар екен, оны айтып қойды. Және Алматыда осы 7 құрылғы орнатылғанын айтты, бірақ нақты координаттарын, олардың өлшеу нүктелерін туралы ақпарат бермеді. Және төртіншісі, сәтті іске асқан жобаларда қайда жарияланған? Сәтті нәтижелер болды деген. Мысалы, Алтай мырза бұрын Қазақстанда бірнеше сәтті жоба жасағанын мәлімдемеді. Бірақ ашық дерек көздері бұл жобалардың нәтижелері туралы ресми ақпарат жоқ. Ғылыми жарияламалар, тәуелсіз зерттеу есептері немесе олардың тиімділігін растайтын деректер
қолжетімді емес. Бесінші жайт, жылдық қызмет көрсету бюджеті қанша? Алтай қондырғыларды жыл сайын күтіп ұстауға кететін шығындардың нақты сомасын жарияламады. Ол Алматыда 20-25 құрылғы орнату қажет екенін айтты, бірақ олардың жұмысын қолдау үшін қанша қаражат қажет болатын нақты есептемеді. Және бізге де ол жайт әзіргі күнге де белгісіз. Және соңғы 6-шы жайт, ол өз әдісін ең тиімді деп неліктен санайды? Алтай мырза өзінің иондық жел технологиясын ауа тазартудың ең жақсы әдіске екенін ғылыми тұрғыда дәлелденген жоқ. Ол қостым таза болды, өшірдім қайта ластанды деген логикалық қолданады. Бірақ бұл ғылыми негізделген зерттеу емес. Сондықтан құрметті тыңдаушылар, кішігірім қорытынды осы Алтай мырза маңызды сұрақтарға нақты жауап беруден қашты, шыны керек. Әсіресе қаржы, ғылыми дәлелдер және жобаның ашықтылығын туралы бізге нақты айтылмады. Жеткілікті деректер ұсынылмағандықтан оның технологиясының тиімділігі әлі де дәлелденбеген. Сондықтан достар, біз осымен таяп қалдық. Барынша сізге кішігірім мынандай орыс тілімен айтқанда выжимка дейді ғой, барлық нені айтуға тырыстық, керек, білу керек деген ақпаратты. Және соңында біз оны орыс тілді эпизодта айттық. Михаил, әркім өз қорытындысын жасау керек. Бірақ оны жасау алдында толық ақпаратты өздеріңіз ұғып, естіп, көріп жасаған дұрыс. Сондықтан осымен біз осы эпизодты аяқтайық. Алтай Рейнмен кісі туралы барынша баяндадық. Миша, тағы қосарың бар ма? Жоқ. Мен не ойлаймын? Бұл бізде бүгін қысқаша версия болды. Ал егер сендер тақырыпқа тереңірек көңіліңіз келсе, сендер толық сұхбатты қараңыз. Екінші, үшінші, төртінші мен бесінші эпизодтары, Жоқ, Алтай мен бесінші эпизод. Сен тек сол Алтай мырзаның сұхбатын айтып отырсың ғой. Негізі дұрыс айтасың. Сарапшыларды да тыңдаңыз. Тура біз өткен осы жолды, біздің үлкен жолымыз болды. Сіздерге бұл жолды қысқартуға тырыстық барынша. Сондықтан ең бірінші сіздерге рахмет. Бізді аяғына дейін тыңдап, бізді қолдап отырғандарыңызға осы алғысымыз сіздерге шексіз. Сіздер білесіздер, біз оны әр эпизодта айтамыз. Бізге кері байланыс қалдырыңыздар, ол лайк болуы мүмкін, сіз тыңдап отырған платформа болсын, және комментарий қалдырыңыздар. Мүмкін сіздерге бір нәрсе жетпеді ма, мүмкін сіз тағы бір нәрсе білгіңіз келеді, немесе ол кісінің технологиясы ұнайды, және неліктен ұнайды, сол жайлы өзіңіздің тұжырымдарыңыз жазып кетіңіз. Бізге де өте қызық, бізде білгіміз келеді, сіздермен сол арқылы сұхбат жүргіміз келеді. Және болашақта тағы талқылайтын бір тақырыптар болса, ол туралы да айта кетіңіздер. Біз Михаил екеуміз оны қарастырып, ойланып көреміз, қалай жасай аламыз ба деген. Бірақ сіздер сондай идеяларыңызды бізге әрдайым жазып тұрыңыздар деген осындай ұсыныс айтқым келеді. Жарайды, қоштасайық. Сіздермен бірге болған жүргізушілер мен Пакизат және Михаил. Баршаңызға сау болыңыздар. Кездескенше. Келесі қазақ тілде эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар.